Армысыз көрермен, сіздермен бірге арнайы шарылымның кезекті саны Арыс қаласында жалғасын тапты. Өздеріңіз білесіздер, Арыс қаласы бұл шағын ғана қала емес, талай жанға жұмыс сыйлаған темір жолшылар қаласы. Біз бүгін бағдарламамызда Мансап орталығы арқылы жұмысқа тұрғандар, жұмыспен қамтылғандар, жаңа кәсіп иелері туралы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінде Арыс қаласында 80 мыңнан аса халық тұрады. 2025 жылы Мансап орталығы 6 мың адамды жұмыспен қамтыған. Қазіргі таңда аудандағы жұмыссыздық деңгейі 4-8% құрайды. Арыс қаласында 80 мыңға жуық халық бар. Оның 40 мыңнан астамы қала тұрғындары, қалғандары ауыл округтер, елді мекендер болып тұрғындар болып табылады. Біздің Арыс қаласы Мансап орталығында 30 қызметкер бар. Бізде 4 сектордан тұрады. Атаулы көмек секторы, жұмыс берушілерді қолдау секторы, жұмыс іздеушілерді қолдау секторы және оқыту секторы болады. 4 сектор тұрады. Аталған 4 бағытта жұмыс жасаймыз. Бізде субсидияланған жұмыс орындары, тұрақты жұмыс орындары, 10 мың тұрғынға 100 тұрақты жұмыс орны, квота орындары, пробация қызметі есеп тұрған азаматтармен, мүгедек бар азаматтармен, тұл жетімдермен, облыс әкімінің бекіткен квота бойынша бұл бағытта жұмыс жасаймыз. Бізде ең басты бағыт қала тұрғындарын тұрақты жұмыспен қамту. Субсидиялық жұмыс орындарына жолдама беріп, сол азаматтар субсидиялық жұмыс орындарынан аяқтағаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына барынша алып қалдыруға жұмыс жасаймыз сол бағыттар бойынша. Бізде енді Арыс қаласына 2025 жылы атқарған жұмыстар бойынша қысқаша айтып өтсем, жоспарым бойынша бізде еңбек платформасында онлайн оқыту бар. Ол бағытта 200 адам оқыту жоспарланса, жыл соңына шейін біз 800 азаматты оқытумен қамтыдық. Және де бастау бизнес жобасына 270 адам оқыту жоспарланса, 200-ге жуық азаматты онлайн курстан өткізілді. Және де бізде мемлекеттен берілетін қайтарымсыз грант бар, 450 көрсеткіште. Ол бағытта бізде 99 адам жолдау жоспарланған. Біз жыл соңына шейін 78 адамды грант қаражатымен қамтамасыз еттік. Және де бізде әлеуметтік жұмыс орны бар. Бұл бағытта бізде 187 азаматты жолдау жоспарланса, біз 188 азаматты жолдап, жоспар толыққанды орындалды. Және де бұл жерде бізде айтатын мүгедектерге арналған арнайы жұмыс орны бар. Ол жерде бір азамат жолдап 100% орындалды. Және де жастар практикасы, бұл жерде 392 адам жолдау жоспарланса, біз жыл соңында 370 адам жолдап, жоспарды 94% орындалды. Және де бұл жерде ақылы қоғамдық жұмыс бар. 680 адам жолдау жоспарланса, 690 адамды жұмысқа жолдады. Және де күміс жас жобасы бар бізде. Күміс жас жобасы бойынша 101 адам жолдау жоспарланса, жыл соңында 101 адам жолдап, жоспарды 100% орындады. Және бізде тұрақты жұмыс орындары бар. 2964 адам жолдау жоспарланса, біз жыл соңында 2965 адам жолдап, жоспарды 100% орындалды. Және аталғандай квота орындары бойынша мүгедектігі бар, және пробация есебінде тұрғандарға квотаны 100% толыққанды орындалды. Жыл қорытындысымен 6 мыңнан аса азаматты жұмыспен қамтылды. Жұмыссыздық деңгейі бізде Арыс қаласында 2025 жылы 4-8% орындалып шықты, жоспар орындалды. Бүгінге дейін қазір біздің өзімізге жыл басынан бері 1,5 мыңға жуық азамат жұмыссыз ретінде тіркелді. Оның бүгінге дейін қазір біз 900 азаматын жұмыспен қамтылдық. Түрлі бағыттар бойынша субсидиялық жұмыс орындары бар, тұрақты жұмыс орындары бойынша жұмыспен қамтылды. Алдағы уақытта бұл бағыт жалғаса береді, тоқтамайды. Жыл соңына дейін бізге бекітілген жоспарды толыққанды 100% орындаймыз. Бұл жерде грант бір қатып қалған бір бағыт жоқ, бұл түрлі бағыттар бар. Әр адам өзінің істей алатын бизнес планы бойынша өтінім білдіреді. Сол өтінімге сәйкес комиссия қарайды, комиссия оң қорытынды берген жағдайда шешім табылады. Атап айтсақ, бұл жерде түрлі бағыттар, мысалы айтсақ, қолөнер, тігін, полуфабрикат, кондитер өнімдері деген сияқты, экопластика пластмастан өнімдер шығару деген сияқты. Түрлі бағыттар бойынша атап өтіп көп олар. 2025 жылы бір азамат, пробация есебінде бір азаматымыз алды. Ол жерде ол пластмасты қайта өңдеу. Қайта өңдеу болғанда, бұл жерде қабылдап, жаңағыдай престеп, алатын орындарға өткізу. Өндірмейді ол кісі, тек жаңағыдай ұнтақтап, өндіретін жерге өткізеді. Қазір таңда жұмысын жасап. Қазір таңда өз жұмысын атқарып отыр. Тұрақты түрде отчеттарындағы тапсырып, жұмысын істеп отыр. Бос жұмыс орындары биылғы жылдың басынан бері бір мәрте өткіздік. Ақпанның 2 күні. Бұл жерде жаңағы пробация есебінде тұрғандармен, жаңағы алимент дейміз ғой, сол алимент өндірушілермен
сот орындаушылармен бәрі қатысуымен бос жұмыстар жәрмеңке өткіздік. 200-ге жуық азамат қатысты. 80-дей азаматты сол жәрмеңке аясында жұмысқа орналастырылды. Біз дәл қазір бүгінгі таңға 60 адам бар. 60 адамның біз 40-тан астам азаматын уже жұмыспен қамтыдық. 2025-тен биылға өтпелі, олар жылдары бар. Бізде дәл қазіргі уақытта 5 адам ғана жұмыспен қамтылмай тұр. Правосудиен тұрғандармен. Келесі алдағы наурыз айында толыққанды 100% жұмыспен қамту жоспарымызда бар. Иә, бізде мамандар өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы бар бізде. Сол жерде мамандар өздері келген кезде жұмыс режимі тіркелуде, жаңағы өзіне қандай қызметтер қажет, толыққанды ақпарат алып, ақпарат беріп жатыр мамандардың. Ешқандай кедергі жоқ бізде. Игереді, алып игеріп жатыр. Қазірдің өзінде телефон арқылы, мобильді қосымша арқылы өздерінің жұмыс ретінде тіркеп, жолдамасында келмейді алған азаматтар қазір жолдаманы келмейді алады. Еңбек кезет сайтына өтінім білдіріп, жұмыс беруші ол жерде қабылдайды. Сол жерде қабылдаған кезде біз маман басылым арқылы маман қызмет алушы келмейді жұмысқа жолданған. Бұл жерде бізде ауылды елді мекендерді аралау үшін бізде жылжымалы мансап орталығы деген бар. Өзіміздің қызметкерлер 2 қызметке бөлінген. Олар жыл соңына шейін жоспар бекітілген. Облыс еңбек мәдениет орталығымен сол жоспар аясында жыл соңына дейін бүкіл бізде ауыл округтар, елді мекендер тұрғындарына барлығына түсіндірме жұмыстарын жүргізіледі. Қосымша брошюралар таратылады. Сол жерде мобильді қосымшаны толыққанды түсіндіріп өтеді. Сұхбат барысында өңірде бірқатар жұмыстар атқарылғанын атап өттік. Атаулы әлеуметтік көмек бойынша да арнайы мамандарды сөзге тарттық. Жыл басынан бері 350 адамнан өтініш келіп түскен дейді салаға жауаптылар. Қазір таңда аз қамтылған отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек тағайындаудың 2026 жылға жоспар бойынша кедейлік деңгейі 3,8%, ал 25 жылдан төмендеуі 7% құрайды. 25 жылдың қорытындысы бойынша кедейлік деңгейі 4%, ал 24 жылдан бастап төмендеуі 28,4% құрайды. Яғни жылдық несі бойынша 528 отбасы өтініш білдірген 25 қорытынды бойынша, ал қазір таңда 2026 жылдың ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап 350 отбасы өтініш білдірді. Енді осыған сәйкес отбасындағы әлеуметтік көмек алушылардың еңбекке қабілетті мүшелерін жұмыспен қамтудың белсенді шараларын тарту бойынша жылдық жоспарға сәйкес 79,9% деп көрсетілген, және де осы бойынша толыққанды жылдың соңына дейін жұмыстар жасалады. Жыл басынан бастап 350 отбасы өтініш білдірді, 345-і тағайындалды. Онлайнда бере алады, негізі электронды үкімет порталы арқылы бізге тастайды. Біз толыққанды база ақпараттық жүйені қараймыз. Егер бізде ақпараттық жүйеде қосымша көрінбейтін құжаттар мәліметтер болса, біз қосымша алдырамыз. Бізге де келіп өтініш білдіре алады, консультация, түсіндірме жұмыстарын жүргізіледі. Бірақ 100% электронды үкімет порталы арқылы біз қабылдаймыз. Мекеменің ішкі жұмыстарымен танысқаннан кейін басшымен бірге ауданда атқарылған жобаларды аралауға жол тарттық. Алғашқы барған нысанымыз 2025 жылы мемлекеттен қайтарымсыз грант алған кәсіпкердің шеберханасы болды. Ол берілген қаражатқа лазерлі станок сатып алған. Қазіргі таңда тойбастарлар, шежіре кітаптары, кабинет маңдайшалары мен түрлі тақтайшалар әзірлеп шығарады. Кәсіпкер бүгінде өзімен қоса 5 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Бізде Арыс қаласының орталығында орналасқан ерекше грант иегері мемлекеттен қайтарымсыз грант алған 400 есеп көрсеткіште көпбалалы ана санатымен алған. Енді бұл бізде Қошанова Жансая деген ханым. Бірге келіп ішкеріп танысайық. Жұмыс барысын көрейік. Яғни 2025 жылы осындай грантқа барып қатысып, әлеуметтік желіден көріп қалып, осындай грант болып жатыр деген екен, жаңағы өзімнің алдын айналысып жүргем, яғни компьютер арқылы кескіндеуді, соларды біршама үйреніп жүрген том. Осындай сосын лазерный станокты алып, арқадай жұмысымды жалғастыруды дұрыс санап, осы грантқа қатыстым. Яғни грантқа қатысу арқылы ұтып алып, осы лазерный станокты алдым. Қазіргі таңда яғни жұмыс істеп жатыр. Мен қазіргі әлеуметтік желіде кеңінен таралып атқан, яғни шежірелер, тойбастарлар, тойға қажетті заттар, клиенттің ұсынысы бойынша
сондайларды жасап шығарамыз. Келесі барған нысанымыз жас мамандардың жұмыс орны болды. Солардың бірі Айнұр Бақтыбайқызы. Ол қалада орналасқан автоательеде көлікке қажетті құрал жабдықтарды тігетін шеберханада еңбек етеді. Қазіргі таңда мұнда автокөлікке арналған орындық қаптары мен өзге де қажетті бұйымдарды тігумен айналысады. 2025 жылы өзіміздің Арыс қаласындағы кәсіптік колледжді бітіргеннен кейін мансап орталығына барып жұмыссыздық бойынша тіркелдім. Содан кейін маған бірнеше жұмыс орындарын ұсынды. Өзіме ұнаған осы Жанкар тігін ательесін өзім таңдадым. Рахмет, бізге осындай мүмкіндік бергеніне мансап орталығына үлкен рахмет. Біз осы жерде әртүрлі маркалы машиналардың чехолдарын тігеміз. Ұнайды, өзіме қатты жұмысым. Айнұрды жұмыспен қамтып отырған кәсіпкер Жанна Мақсұтқызы бұл салада 2019 жылдан бері еңбек етіп келеді. Қазіргі таңда ол автокөлікке арналған түрлі бұйымдарды тігіп, өнімдерін Қазақстанның 10 облысына дейін жеткізуде. Сондай-ақ мансап орталығымен бірлесе жұмыс істейді. Өз кезеңінде кәсіпкер мұндай мемлекеттік бағдарламалардың тиімді екенін атап өтті. Біз 2019-дан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Осы салада біздің саламыз автоателье, яғни машиналарға чехол тігеміз. Біз бұрын ең баста индивидуальный чехол тігіп бастадық. Қазір тек қана оптом дүкендермен жұмыс жасаймыз. Қазақстанның кез келген жалпы 10 облыспен жұмыс жасаймыз. Өзіміздің Шымкенттен басқа чехолдар тігеміз. Жалпы біз ашылғалы осы мансап орталығына жұмыс жасап келе жатырмыз. 2019-да ашылса, 20 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатырмыз. Жастар практикасымен жұмысшылар аламыз. Бұл біз үшін өте үлкен мүмкіндік, себебі айлық жағынан кәдімгідей көмектеседі. Биыл осы жылы біз 3 жастар практикасымен 3 қыз алдық жұмысқа. Және де қоғамдықпен де жұмысқа адамдар алып жатырмыз. Онымен де бізге 3 адам берді. Дәл қазір осындай жас кәсіпкерлерге бұл өте үлкен мүмкіндік. Мансап орталығына және үкіметке өте үлкен рахмет, мемлекетімізге осылай жастарды қолдап мүмкіндік беріп жатқанына. Келесі барған нысанымыз мансап орталығы бағдарламасының нақты нәтижесінің бірі болды. 2024 жылы көлік жөндеуге қажетті құрал жабдықтар алу үшін қайтарымсыз грантқа ие болған кәсіпкер Ғабит Исақов бүгінде жұмысын толық жолға қойған. Қазіргі таңда ол 10 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Мансап орталығынан 1.480.000 аламыз. Бұнда мынау көшеде кетіп барады жолдас баларды естігенбіз, осындай мансап орталығында ақша беріледі деген деп соларға барып ақшамызды алдық. Шүкір, енді сонымен қазір қызмет жасап отырмыз. Жаңа разбал аппаратын алдық оған. Қазір таңда енді машина әр үйде көп. Эстоға барсаңыз бос емес. Неге істемеске деп соны қолға алып істедік. Шүкір, бала шағам сонымен асырап отыр. Қанша адам жұмыспен қамтып отырсыз? Қазіргі таңда өзім қол астымда 2 жігіт бар. Ходовка мотор істеп жатыр. Алған гаражымыз бар. Бізден де бөлек бұл жерде 10 шақты жігіт істейді. Жалпы қайдан білесіз бұл машина жөндеуді? Қайдан қызықтыңыз? Әкемде машина болған, соны шұқылап жүріп үйрендік. Әкеміз енді басқа жерге барса аздан кешке дейін очередьте тұрады. Кейін өсе келе соны өзім істеп үйреніп, кәсіп қылдым енді өзіме. Жалпы қалада қанша бар осы сіз секілді қызмет көрсететіндер? Біз секілді эстолар 10-нан аса. Жалпы нарықты зерттедіңіз, осы грант алатын кезде қандай сала бойынша алсам деген сияқты зерттедіңіз бе? Зерттейсің ғой, қай жақтан бала шағаны асырау оңай емес, қай жерде болса да. Өзімізге ыңғайлы, өзім техникаға жақындау болғасын, маған осы сала жақын болды. Жұмыс графигі қазан 9-дан кешкі 6-ға дейін. Болашақтан тағы аппараттар алып, осы кәсіпті ұлғайту. Қандай аппараттар қажет сіздерге? Бізге қазір ең керегі тормоз диски дейміз онда. Жаңағы көше су болса, тормоз дискі майсады. Соған дискін ташит ететін аппарат алу керек болып тұр. Бір күнде қанша көлік келеді жалпы, немесе айына? Бір күнде енді 2 жігіттің өзі 3-4 көлік шығарады. Бұдан бөлек 7-8 жігіт бар. Есептейінде 10-15 көлік кіріп шығады бір күнде.
Еңбек жолын жастар практикасы бағдарламасы арқылы бастаған Арайлым Оразәлі бүгінде қаладағы мектептердің бірінде кадр бөлімінің басшысы қызметін атқарады. Мен 2019 жылы Шымкентте Мирас университетіне оқуға түсіп, 2023 жылы диплом алдым. Өзімнің мамандығым бойынша мансап орталығына келіп, жұмыс іздеп, осы мектепке жұмысқа орналастым жастар практикасымен. Наурыз айынан кейін 6 ай жұмыс істеп, сентябрьде бос вакансия болып, мансап орталығының жолдамасымен Жангелдин мектебіне отдел кадр болып жұмысқа орналастым. Қазір таңда отдел кадр болып жұмыс істеп жатырмын. Алда ағылшын тілінің мұғалімімін негізі. Сол бойынша тесттен өтсем, сол бойынша мамандығыма ауысамын. Осы жерде жұмыс істеп жатқаным маған ұнайды. Береке басы бірлік, ырыс алды тірлік демекші мемлекет тарапынан қолға алынған бағдарламалар өңір тұрғындарына нақты қолдау көрсетіп келеді. Қайтарымсыз гранттар, жастар практикасы, жұмыспен қамту шаралары барлығы да ел әл-ауқатын арттыруға бағытталған игі бастамалар. Бүгінде осы мүмкіндіктердің арқасында жаңа жұмыс орындары ашылып, кәсіпкерлер дамып, жастар тұрақты еңбекке араласуда. Бұл жүйелі жұмыстың нақты нәтижеге бағытталған қадамдарының айқын көрінісі. Еңбекке бет бұрған қоғамның ертеңі нық, болашағы баянды болары сөзсіз.